Barşаңызға қайырлы күн. Бүгін мен өзімнің үйде жасайтын осындай картошка қосылған ыстық нанның керемет рецебімен бөлісетін боламын. Мен мына жерде картошка пісіріп алдым. Осы картопты енді жақсылап езіп аламыз. Сармайымызды саламыз. Соған 2 жұмыртқа жарып салып аламыз. Мына жерде картошканы жақсылап езіп алдым. Соған дәміне қарай тұз салып аламыз. Одан кейін жаңағы қара бұршымызды саламыз. Тұзымыз салды, енді қара бұршымызды салып аламыз. Өздеріңіз ашылап аламын десеңіздер, молдақ сала берсеңіздер болады. Осыны енді жақсылап араластырып аламыз. Міне картошкамызды жақсылап араластырып алдық. Дәмін, тұзын, бұрышын бәрін көріп алдық. Енді осыған аздап ұнымызды саламыз. Мына жерге ұн салып аламыз. Електен өткен ұнымызды осыны жақсылап араластырып аламыз. Мен осындай сосиска алдым. Қалаған нәрселеріңіз қоса берсеңіздер болады. Сыр немесе басқа заттар қоса берсеңіздер болады. Мынаны осыны чуркадан өткізіп аламыз. Мен мына жерде кішкене сәбіз қосып жіберейін деп тұрмын. Дәмді болу үшін. Мына жерде сәбізіміз шикі. Қаламасаңыздар қоспасаңыздар да болады. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Осындай бір қасық көлемде алдым. Өздеріңіз қалауларыңызша пісіре бересіздер. Үлкенде оламын десеңіздер, үлкенде ол бұған ұн көптеу керек. Жабысатын болғандықтан. Сала береміз. Өте баяу отқа қоямыз. Асты қызарып, әдемі болып пісу керек. Асты қызарыңқырады. Енді мына бетін аударсақ керек.